достар, Сабинаның подписчиктері, қалайсыздар? Бүгін біз тағы да саяхатқа шықтық, бірақ осы Қазақстан бойынша Қарағанды жаққа шықтық. Қарағандының Қарқаралы ауданы Қасым ауылына жолға шығып бара жатырмыз. Менің кішкентай келінімнің үйіне қонаққа бара жатырмыз. Сол жердің табиғатын көрсетемін сіздерге. Бізбен бірге болыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Кім Қарқаралы, Қасым деген жерлерде тұрады, айтып кетіңіздер. Сабина алдыңғы ортаңғы қатарда ұйықтап жатыр. Қазір біздер Астанадан жолға шықтық. Уже Астанадан сыртқа шығып кеттік. Сосын жолында айтатын болам, қандай жолы. И табиғатын көрсететін болам. Таулы жер екен. Келінімнің айту бойынша қызық болады негізі. Негізі біздер қазір көрсетем, неше адам болып бара жатырмыз. Мен 4 баламмен, енемнің мамасы, келінім ұйықтап жатыр қазір. Сосын 2 қайным. Осындай болып бара жатырмыз. Еще тағы да бір машина бар. Ол уже кетіп қалды алдыда. Ол жерде қайныларым бар, келінім бар, атам бар деп па. Біздер артқы орында отырмыз. Сондықтан мен мынандай табиғатты дұрыс түсіре алмаймын. Әжеміз бар, мына жақта енеміз, Асылхан, Алихан жатыр ана жерде. Ұйықтап қалған ғой, таңертең шыққанбыз ерте. Достар, мінекей Қарағандыға жеттік. Күн ыстық болып кетті, баған таңертең салқын еді, қазір ыстық болып тұр. Енді осыдан біз Қарқаралы деген жерге барамыз. Қарқаралыдан кейін Қасым деген ауылға барамыз. Мен жол туралы да сіздерге айтам деген едім, я. Мінекей жол осындай. Артында секіріп отырдым. Басым потолокқа тиіп, қайта-қайта. Екі жағымда Адина мен Асылхан ұйықтап жатыр. Осындай музыкамен мен артында секіріп бардым. Қарағандыдан Қасымға дейін жолы осындай болды. Негізі әдемі жер, табиғат күшті. Кәдімгідей сезіледі ме өзгеше? Напиши письмо маған, сердцемді насвай алған. Кіре берістің арка күшті екен. Қош келдіңіздер деп. Қош көрдік. Тоқтайды бауырым, тоқта. Сен дұрыс өтпейді. Тұрып барадыр бе? Газ түсіп алып бір ұйырылады бе? Ага, мы прямо едем, во? Я прямо. Все хорошо. Бәрі шомылуға келіп отыр сізге.
Не келдік. Ана. Екілерді не успею деп айттым шеше. Шоқ сағатта келеді ғой қайын бізге. Ha? Шоқ сағатта келеді. Сәлем достар, тағы да. Біз келдік. Талды деген ауылға келдік. Иә. Қазір талды деп айтып өткен ғой. Намазды оқып келейін ба? Иә. Сол шаршап келдім, басым ауырып отыр. Сабинаның да мазасы болмады, ауырды. Осылай келді. Қазір тамақтанып аламыз. Сосын ары қарай демалатын шығармыз кішкене. Мінекей осындай әдемі таулы жер. Ертең осы таудың біреуіне шығатын боламыз. Құдалар бізді осылай күтіп жатыр. Жақсы күтіп жатыр. Қазір келіннің үйіне барып жатырмыз. Баяғы бала кезінде осы жерде туып өскен. Соның үйіне бара жатырмыз. Ауыл деген керек. Газ қойып берем. Көре алмай қалды ау? Көре алмай қалды олар мұнда айнамайды мұндай. Ой, ит жүр. Міне келдік уже. Ит тиіспей ма? Жоқ, иттер. Не, ал. Міне иттер. Қорқпа. И кішігіне қара. Кішігі әне. Кішкентай ғана. Тауықтар бар екен. Түрлерін-ай. Аты қандай? Тазик ба сол? Жоқ. Таза ya. Таза ма? Таза. Ауылдан сіздерге контент, ауылдық жер. Дәл қасында тау тұр. Таудың жағасында орман. Әдемі. Яқтан мынандай көрініс. Осы келінімнің үйі. Шаңырағы бұрынғы өзі кеткен. Жылқылар бар. Ана балдарымен. Мына бұзау міне. Не бер? Бұзау. Міне сауып жатыр. Сабина Фэмили каналдары. Привет, Зинга. Ане сыртында да бар. Ертең мына тауларға шығамыз. Ауылдан не дейді? Контент дей ма? Біздерге қолдау көрсетіп, ауылдың осындай көрінісіне лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Мен Сабина туалеттің қасында тұр. Туалеттің қасында очередьте тұр. Бір билеп жібер, Сабина. Бір билеп жібер. Порто-Рикодағы қызға бас кетеді. Порто-Рикодағы қызға бас кетеді. Неге? Иә. Мінекей Асылхан жүр. Мынандай туалеттің қасында, мынандай қасында бауырсақ жеп жүр. Аппетит ба? Сабина. Күн салқындау. Таудың етегі болғасын күн салқындау. Негізі шыршап жүрмау екісі. Сома аузыңа. Үйрен оған ау. Алиханың аузынан ондай. Жалау тұр Қазақстан. Садик па, больница ма, білмеймін ғой, ә? No. Әкімшілік па. Әкімшілік ау. Жалау тұр да. Әкімшілік ау. Жауып қой. Свет жауып.